Майтөбе ауылында төтенше жағдай орын алды. Ағымдағы жылдың 12 қаңтарында сағат кешкі 18:00 шамасында Талас ауданы Майтөбе ауылына қарама-қарсы беттегі Қаратаудың қары еріп, ауылға қарай аққан ағын судың пайда болу себебі күннің күрт жылып кетуінен, сонымен қатар жауын-шашынның қатты жауып тұруына байланысты болды. Ағын судың шамамен көлемі 30-40 метр, биіктігі 3-4 сантиметр. Қазіргі таңда облыстық маңызы бар автомобиль жолының маңынан арық қазу арқылы Бейдіккөл көліне суды бұру жұмыстары жүргізілуде. Оқиға орнына жергілікті атқарушы органнан 15 адам, 4 жеңіл техника, 1 экскаватор, арнайы техника арықтарды ашып, суды төмендету мақсатында жұмыс істеп жатыр. Және аудандық төтенше жағдай бөлімінен 6 адам, 2 техника, 1 Нива жедел құтқару тобының 1 УАЗ автокөлігі жұмылдырылып, жұмыстар жүргізілуде. Ауыл арасында көше араланып, ешқандай үйді су баспағандығы анықталды. Алдағы уақытта қосымша жағдай баяндалатын болады.